немесе иодин, яғни тотыққан йод. Жалпы біздің Қазақстан йод тапшылықты аймақтарға жатады. Біздің халықтың 90%-ында йод жетіспейді. Себебі күнделікті ішіп жатқан судың құрамындағы хлор йодты сыртқа қарай шығарып тастайды. Жалпы йодтың организмге пайдасы көп, ол тікелей орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Сіздердің есте сақтау қабілетіңіз, ойлау қабілетіңізді арттырады. Әсіресе балалар қабылдайтын болса, әртүрлі неврологиялық аурулардың алдын алады. Онымен қоса қазіргі уақытта кең таралып жатқан балалар арасындағы ауыр проблема сөйлеудің бұзылысы, яғни тілдің кеш шығуы. Сол кезде осы иодин өте жақсы көмектеседі. Ал йодтың капсула түрінде немесе таблетка түріндегі шығарылу формасы бұл әйелдерде және ер адамдарда әртүрлі гормональды бұзылыстардың алдын алады, қалқан шамалы безінің ауруларын алдын алады және әйелдердегі сүт безінің